Сәлем баршаңызға. Біз бүгін осындай бір жұмыртқадан жасалатын миксерді қажет етпейтін өте дәмді жұмсақ кекстар дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бір жұмыртқаны ыдысымызға салып, үстінен бір кесе қантты саламыз. Жақсылап осылай вилканың көмегімен немесе венчикпен араластырып аламыз. Мен барлық керек заттарды кесемен өлшеп салдым. Мінекей осылай әппақ көбік болғанша араластырамыз. Оның үстіне сүтімізді, сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Енді ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Ұнды 2 кесе саламыз. Осылай ұнды шашыратып отырып саламыз. Бірден салып жіберуге болмайды. Ұнымызды осылай аз-аздан салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен қопсытқыш саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Менде дәл осы сұйықтықпен 12 кекс шықты. Егер де сіз көп жасағыңыз келсе, 2 есе көбейтуіңізге болады. Мінекей мен осындай кекстарға арналған қағаз қолдандым. Осыған дайын сұйықтығымызды құйып шығамыз. 2 қасықтан осылай құйып, ортасына начинка салатын боламыз. Мен начинкасына варенье қолдандым. Сіздер кез келген начинка қолдансаңыздар болады. Мінекей ортасына начинкамызды салып, осылай салып шығамыз. Және қалған сұйықтықты осылай үстінен құйып шығатын боламыз. Осы кезде пешімізді 170 градусқа қыздырып қоямыз. Міне біздің кекстар дайын. Енді қызып тұрған пешке 170 градуста 20-25 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің кекстарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Мінекей осындай жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.